Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн. Бүгін бір қызықты видео түсірейін деп тұрмыз. Бізде мынау Қызылордада автоэлектрик жігіттер бар, солар көмекке шақырып жатыр. Машиналары от алмай, соларға көмекке келіп жатырмыз. Қазір қолдан келген көмекті беріп көреміз, неден болып тұрғанын. Гольф автокөлігі мына жерде соны тексеруге келіп жатырмыз. Объем 1.8 монопресс автоэлектрик мырза тоғын бәрін жинап искрасын шығарып қойыпты. Қазір тек біздің мотористің жұмысы болып тұр. Қазір тағы да бір тексеріп көреміз, зажиганиясын, сосын оталдырып көреміз. Мына жерде меткісін бірінші қойып қойдық. Бірінші коленвалдан бастаймыз. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, көрсеңіздер, неде алдыңғы шкифте оларда меткі болады. Сол мына жерде көрсетіп жүрейін жақындарақ. Міне осыған келеді. Крышкіде көрініп тұр. Екінші меткісі міне оты деп жазылып тұр. Сол міне мынаған келеді. Үшінші меткі бізде қазір көрсетейін. Трамблерда болады. Трамблердің меткісін көреміз. Трамблердің меткісі мына жерде тұр. Бұл басқа жақта тұр қазір. Осыны қоямыз меткісімен сөйтіп оталдырып көреміз. Зажиганиясын қойып қойдық, қазір оталдырамыз. Импульс бар ма мынада? Импульс бар, искра келіп тұр ғой сосын. Искра шығып тұр ма? Не бар, білесіз ба? Оталайын деп тұр. Оталғысы келіп тұр ғой, бензин демейді. Мына жерден прямой стартерге тоқ береміз. Қазір кілт ашық екен, көріп жүрейін қазір. Кілт ашықтыр. Оталдырып жүреміз. Оталды. Жақсы жұмыс жасап тұр. Қалай Аманжол? Комментарий айтып жүрмедің ба? Айтқанда тоғын бәрі искрасы болмады ғой басында. Иә. Содан кейін мотор жағынан дұрыс болмады. Мотор ескек. Зажиганиясын қойды. Тоғы мен істедім. Ай, молодец. Қане, қосшы. От алды. Әдемі жұмыс жасап тұр. Видео ұнаған болса лайк басып өтіңіздер, комментарий жазып жіберіңіздер, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Назар салғандарыңызға рахмет көп.